Сәлем достар, біздер әлі Теміртаудамыз. Кеше тойдан демалып, енді шықтық. Біздер бүгін зимний сад дейді. Қыс бағына келдік. Өзім түсіріп тұрмын. Қыс бағына келдік. Қазір сіздерге көрсетемін. Әдемі құстардың дауысы шығып жатыр. Достар, бұл Теміртау қаласында қысқы саябақтың ең үлкен ағашы. Қысқы саябаққа қош келдіңіздер. Менің інім ғой, осындай блогер алғашқы несін қолдау көрсетіп қойыңыздар. Блогер болам дейді бұл да. Мынаны қараңыздар, шына ағашты. Пальма ғой, но я? Пальма ағашы үлкен. Живой ғой, кәдімгідей. Кәдімгідей немес ешқандай да. Ішіне кіруге бола ма? Иә, кіруге болады. Қараңыздар, кәдімгідей тамырымен өсіп жатқан. Мына жақта кәдімгі өзіміздің нелеріміз бар. Кактустар бар екен. Мынандай бір ерекше. Теміртау металлургтер қаласы болғандықтан бұл металлургтер туралы кішігірім сурет бейне. Сондай екен, иә. Мына жерде кактустар бар екен. Короче, мынандай кактус бар. Мынандай кактус бар. Алоэға ұқсайтын сияқты. Сондай заттар ғой. Мынау не ең үлкен екен. Не бар ана жерлерде? Құс бар ма? Үлкен ағаштар. Тым тұрсы, ше? Не, тағы бір пальма. Мына жерде отырып демалуға болады. Наслаждаться етіп. Мынау енді қолдан жасалып қойған. Осындай ішін айналып шығамыз. Тез ағаш. Ағаштардың үстінде гүлдер өсіп тұр. Ал, десе. Біздерде негізі күн суытып кетті. Біздер уже қалың киініп жүрміз. Мына жерде фонтан. Мынандай да ерекше ағаш бар екен. Бұл пальманың басқаша тұр екен. Жазып қойыпты ғой. Су бұраққа қоқыс тастауға болмайды дейді. Тас, құм, қағаз, короче. Сондайлар тастауға болмайды екен. Ерекше өсімдіктер ғой енді бұлар, е? Үлкен, ұзын пальма мұны. Домиктер ма? Мама қайда? Неқті отыр. Неке осындай, тағы бір әдем көрініс. Мынандай отыратын, демалатын жері бар. Пальма ғой, өсіп тұр. И осындай болып жайылып өскен ғой. Қараңыз, жайылып өскен. Давай, качаться ете бер, түсіріп. Орманда, ана джунглиде жүргенде. Джунглиде жүргенде жүрмін ғой мен? Джунглиде жүргенде. Джунглиде. Джунглиде осында стол бар екен. Мынандай кататься ететін несі бар екен. Мынандай күн бар екен деп па. Мынандай ағаштан істелген качелиялар бар екен. Короче, осымен біздің бағымыз, саябақ несі аяқталады. Мынандай балалардың кішкентай ойнайтын жерлері бар. И еще мынандай домик бар екен. Барлығы қолдан жасалған, ағаштан, барлығы ағаштан жасалған. Қайық бар екен еще. Адина мәз ойнап жүрген. Құстар бар екен, неше түрлі. Әр елдің құстары екен да бұл. Тоты құстары. Попугайчиктер. Дұрыс көрінбей жатыр. Ажырамайтын тоты құстар екен.
неге мынандастырып деп. Оу, Екі мен сұрпын. привет деп. Нет, мінекей көлеңкелер ғана көрсетіп жатыр. Мына үлкен екен. Привет. Қайталайын екен. Привет. 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 Көрсет. Достар, мінекей. Құстар бар екен. Сосын тек құстар бар екен. Болды. Осы қысқы бақтаңдар шығып жатыр. Енді басқа жерлерге қазір барамыз. Көреміз, әдемілеп. Бізбен бірге болыңыздар. Құртта осындай. Мынандай 3 батыр бар екен. Богатырлар. Сол тегі нелер ғой негізі. Тайып кетеді аяғын. Кім Асылхан абайландар, е? Шықпай қой, айналайын. Асылхан абайла, Асылхан. Асылхан тайып кетесің бұл тастар. Тізелеріне отырыңдар. Тізелеріне отырыңдарса. Кем мүнгішін аба қыздың? Атам тізесінде отырым дейсіңдер. Атамның қызымын дейм ба? Сүрейін ба суретке? Давайте. Қалай, Асылхан, нормально ма? Күшті ма? Ой, кім етер батыр дейсің? Мынандай горкасына келдік. Астананың центральный парка. Мынандай парк. Осындай площадкасы бар, кішкентай негізі мына жерде. Концерт, сондай бірдеңелер болады, и Теміртау. Теміртау. Достар, міне кешкі Теміртау, трамвай жүретін жол. Қазір бірақ бұл трамвайды тоқтатып тастаған. Бұл жерде қазір трамвай жүрмейді. Өкінішке орай. Сіздерге көрсетер едім жүрсе. Сол осыны көрсеткім келген сіздерге.